Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қалдарыңыз қалай? Көңіл-күйлеріңіз жақсы ма? Бүгін сіздермен өтетін сабағымыздың тақырыбы болашақ энергия деп аталады. Бүгінгі сабақта мәтіндегі негізгі ойды анықтау, көтерілген мәселеге баға беріп, мәліметтер мен пікірлерді өңдей білу, сөйлем және мәтін деңгейінде тыныс белгілерін қолдана білу. Сіздің меңгеретініңіз мәтіндегі негізгі ойды анықтай отырып, көтерілген мәселеге баға беруді, мәліметтер мен пікірлерді өңдей білуді меңгересіздер. Сөйлем және мәтін деңгейінде тыныс белгілерді қоюды үйренесіздер. Оқушылар, әдеттегідей жаңа сабағымызға бір қадам жасау мақсатында болашақ энергия туралы ойымызды жинақтап көрейікші. Болашақ энергия қоршаған ортаның ластануы, заманауи технологиялардың қарқынды дамуы, болашақтағы шешімдерді болжауға қатысты идеялар, энергияны ұтымды пайдалану жолдары. Оқушылар, осы көтерілген мәселелерді толығырақ меңгере түсу үшін мәтінді менімен бірге мұқият оқуларыңызды ұсынамын. Энергия бұл адамзат тіршілігінің дамуына жағдай жасаушы және ынталандырушы бірден-бір табиғи қайнар көз. Энергия қоршаған орта көздерінің сақталуын қамтамасыз етеді. Ол көптеген аспектілерді біріктіретін ұғым ретінде бүкіл әлем мен адамзатқа тікелей қатысты қызықты сауалдарды туындатады. Қоғамның энергия көздеріне қол жеткізу, олардың әлеуметтік, экономикалық және экологиялық тұрақты дамуының нақты жағдайларын тікелей түрде анықтайды. Технология саласындағы әртүрлі қуат көздерін оңтайландырумен байланысты ғылыми зерттеулер мен жетістіктер қоғамдастықтардың функционалды тәсілдерін анықтап, энергетикалық тұрақты даму болашағын қалыптастырады. Астанада болашақ энергиясы ұранымен өткен Экспо 2017 көрмесі кең ауқымды және барлығын қамтушы жоба ретінде ойластырылды. Оның тақырыбы жан-жақты терең қызығушылық танытатын, қоғамдастықтардың тіршілігін айқындайтын және осы қоғамдастықтағы адамның күнделікті тұрмыс ахуалын айқындайтын фактор ретінде қарастыруға мүмкіндік беретін энергия болып табылады. Болашақ энергиясы тұрақты даму ұстанымдарына негізделеді, ал оның астында экономикалық және әлеуметтік мұқтаждықтарды, сондай-ақ мәдени ахуалдылықпен және адам денсаулығына пайдалы ортаны қамтамасыз етумен байланысты сұраныстарды қанағаттандыруға бағытталған үрдістер ұсынылған. Қуат көздерінің дамуына бағытталған стратегияларды, бағдарламалар мен технологияларды зерттеу, қуатпен жабдықтау сенімділігі мен тиімділігін арттыру, қалпына келтіретін қуат көздерін қолдануды ынталандыру және қонақтарға қуат көзін үнемдеу өндірісінің жоспарын дайындау мен іске асыруға, энергетикалық қорларды тиімді пайдалануға, белсенді қатысу қажеттілігін көрсету тәрізді нақты мақсатпен негізделеді. Алаштың айбыны мен айбарына айналған ажарлы Астанада бүкіл әлемдік Экспо 2017 көрмесі болды. Оқушылар, тыңдалым мәтіні бойынша 4 сөйлем әдісі негізінде ақпаратты өмірмен байланыстырып, жинақтап көріңіз. Ол үшін пікір, дәлел, мысал, қорытынды жазуды ұсынамын. Оқушылар, сабағымызды әрі қарай тәжірибелік тапсырмамен жалғастыра отырайық. Ұсынылған мәтінді мұқият оқып шығып, тыныс белгісін қоюды ұсынамын. Жарайсыздар оқушылар, тыныс белгілерін дұрыс қойды деген ойдамын. Ол үшін өзімізді тексеріп көрейік. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.